Екінші бөлім. Әке үкімі. Шомбал жігіт кіріп келді ентелеп. «Әке!» деді ол кірген бойда. «Әке!» деді еркелеп. «Жүруші едің маған ылғи өкпелі, кейуші едің мал болмайсын деп мені. Сол сөзіңді сірә қайтып аласың ау шамасы. Аты шулы Баймағамбет сұлтанның маған берген сыйлығына қарашы». Төрде отырған әкесінің алдына маң-маң басып барды да, алтын жіппен әдіптелген жағасы сұр үшікті тастай салды баласы. «Иә, сөйле», деді әкесі. «Қандай ерлік көрсеттің? 2 ай бойы қане қайда жол шектің?» Баласы айтты. «Топ бастадық 4 адам. Махамбеттің жақыны ықыласты үгіттеп, мақтап қағып арқаға, қосып алдық ортаға. Бұл түгелдей мынаулыңның ақылы. Еркін жетер әңгіме ол бір таңға, қапысызда қармақ салып Махамбетті алдап соғып, басын кесіп, сыйға тарттық сұлтанға. Ой залым-ай, жүзі қара залым-ай, мұнша залым екеніңді қалай келгем танымай, бұдан өткен зор қасірет болар ма, бұдан өткен зор қасірет болар ма, деп әкесі жас үйірді жанарға. Қабағыңды жаба қалды неге мұң, әке сенің қай сөзіңе сенемін? Есіңде ме, менің бала күнімде Махамбетті жек көремін дегенің? Рас ұлым, айтылған сөз оқпен тең. Бір кезде мен Махамбетті жек көргем, әлде кемшін шағым беді ол ақылға, пенделік қой салған мені тақымға, оған себеп сенің анаң жасынан ғашық болған сол Махамбет ақынға. Азаппенен атсада сау таңдарым, қайрағам жоқ қынжылғаныштың қанжарын, іштен тынып жүре бердім төзген боп, өзін шексіз құлай сүйген жан барын қайран ақын сезген жоқ. Анаң марқұм ол дегенде от жалында көзінен тамсанатын, нақ бір бақыт табардай әр сөзінен, ұлы ақынға деген іңкәр сезімін көрге бірге ала кет бол өзімен. Әттең біздің сор маңдайлы жайықта ерлер аз ғой баралатын байыпқа. Тым кеш ұқтым Махамбет дей батырға, бүкіл қазақ ғашық болса айып па? Құдіретті шындығынан танбаған, парасатын ізгілікке жалғаған, ақын деген киелі аққу самғаған, ал ендеше аққудатқан пендені қаятаңнан көріп едің оңбаған. Бұл салада сен бірінші адамсың, адам емес, ең бірінші надансың. Ел дәстүрін, ер дәстүрін қорлаған, нақ мынандай қасиетсіз оқиға бұрын қазақ топырағында болмаған. Қандай қиын кезеңде де туған ел ақындарын жанын салып қорғаған, түсінбедім армандап ең нен ұлым, ертең сені қойып желдің өтіне, ызалы ұрпақ түкіреді бетіңе. Сол қорлықтан құтқарайын мен сен ұлым, және ол зар оңайлықпен тыйылмас. Қанымыз бір, жолымыз да шиырлас. Енді сенің кесіріңнен маған да туған жердің топырағы бұйырмас. Жә, не қайыр, малы мейлін алыма, сорлы балам туыпсың ау сорыма, өзің түстің өзің қазған орыңа, кеттік кәне ішіңді ал қолыңа. Ұясына күн түреді батқалы, түксиеді меңіреу құм шатқалы, олар үлкен қара жолға түсіп ап, бір төбенің қасына кеп тоқтады. Мынау төбе саған соңғы шығаршың, болатынын ұғарсың, сен әрине құралайды көз қатқан, атқан оғын маздатқан, менің мерген екенімді ұмытпаған шығарсың, деді әкесі құлазып нар көңілі дірдір етіп. Ұмытқам жоқ, деді ұлы. Балам, үмітім, қызығымның өлшемі, өзің едің, қайғым болдың еңселі, басына шық кәне мына төбенің, осы арада қалдырамын мен сені. Қараладың қасиетті мекенді, жараладың тұрмастай ғып әкеңді, мына жолмен өткен жұрттың аузынан Махамбеттің жырын тыңдап жат енді. Мүмкін сонда ұғынарсың қатеңді, кім аяққа басса заңын даланың, ұмытқаны қатал тарих сабағын. Кешір мені, таусылды бар амалым, дала заңы, баба заңы қарағым, деп әкесі қолын алды садағын.